Достар, бүгін біз 2024 жылы шыққан «Ненасытные люди» деген керемет боевик мағыналы киноға шолу жасаймыз. Достар, ойландыратын фильм негізі. Бұл бейнемізді аяғына дейін көрейік, ендеше кеттік. Кино басында капитан Энни кішкентай сәбиге басынан өткен оқиғаны айтып отырады. Шағын қалашыққа Шерри деген жігіт өзінің екі қабат әйелімен көшіп келеді. Шерри өзі полиция қызметкері еді. Бірден жұмысқа орналасады. Оны осы капитан Энни қарсы алады да бірден әріптесі Терри деген жігітпен таныстырады. Енді олар бірге істейтін болады. Екеуі көлікке отырып қаланы аралай бастайды. Терри өзі тегін кофе ішуді ұнатады екен. Кез келген жерге жаймен кіріп, ақша төлемей кофе іше береді екен. Көлікпен қаланы біраз аралап, бір-бірімен жақынырақ танысып алады. Сөйтсе кезінде Шерридің әкесі банкта жұмыс істеп қаншама ақша ұрлапты. Әкесі түрмеге отырып, Шерри анасымен біраз қиындықтар көрді. Содан кейін Шерри полиция қызметкері боламын деп шешіпті. Шерридің әйелі болса жаңа көшкен үйіне жөндеу жүргізіп жатады. Кейін ол әйел дүкенге барып, сатушымен сөйлесіп тұрғанда бір жігіт кіреді. Сатушы болса, мына жігіт өте қауіпті, нағыз ауырлас жұмыстарды істейді дейді. Әлгі кісі дүкеннің ішіне өзінің нөмірін іліп кетеді. Ар жақта Терри мен Шерри бір үйдің қасына тоқтайды. Сөйтсе Терридің таныс қызы екен, арасында осында келіп тұрады. Терри болса Шерриге қарап, мені күте тұр деп өзі әлгі әйелдің үйіне кіріп кетеді. Шерри ұйықтап қалады. Бір кезде дыбыстама арқылы хабарлама айтылады. Бір әйелдің үйіне ұрлықшылар түсіпті. Тез арада сол үйге барыңыздар дейді. Шерри бірден Терриге айғайлап жұмыс шықты дейді. Бірақ Терридің қолы бос емес еді. Шерри өзі жалғыз көлікке мініп сол әйелдің үйіне жетіп барады. Қараса әлгі әйел жай тамақ дайындап жатыр. Шерри кіріп қалып байқамай ыдыстарға оқ атып қалады. Әйелі шошып кетеді. Шерри сонда бізге хабарлама келді, ұрлықшылар бар деген еді дейді. Оған әлгі әйел кім айтты? Мен ешкімді шақырмадым. Кет осы жерден деп ашуланып Шерриге атыла бастайды. Тіпті Шерриді қылқындыра бастайды. Осы кезде екеуі бірдей жерге құлап, әйелдің басына үстелдің аяғы кіріп кетеді. Осылайша Шерри бұл әйелді байқамай өлтіріп алады. Біраздан кейін бұл жерге Терри келеді. Ол ішке қарай кіріп кетіп, әлгі әйелдің денесін көріп, мәссаған, осылайша тауып алдың ба дейді. Оған Шерри, мен оны байқамай өлтіріп алдым деп қалады. Мен бәрін мойындаймын дейді. Терри болса қатты ашуланады. Ол Шерриге қарап, сен енді ренжіме, бірақ бастық қайтуға тура келеді дейді. Бір кезде ойлана келе, мәссаған, олар мен туралы сұрайды. Мен сенің әріптесімін ғой. Осы кезде басқа біреудің әйелінің үйінде болдым. Менің де жағдайым мәз емес қой деп себетті бір тебеді. Қараса, себеттің ішінен қаншама ақшалар түседі. Терри тоқтап қалып Шерриді шақырады. Мынаны қара дейді. Біз осы ақшаны өзімізге пайдалана аламыз. Ол үшін өтірік қылмысты ойлап табамыз. Ақшаны бөліп аламыз дейді. Шерри болса, жоқ, мен бәрін мойындаймын деп қалады. Сонда Терри, сен елестетші, ертең сенің ұлың дүниеге келеді. Ол бала әкесінің түрмеде отырғанын көргісі келеді ме деп айта бастайды. Сонда Шерри ойлана келе, жақсы деп келіседі. Олар үйдің ішін быт-шытын шығара бастайды. Шынымен бір ұрлықшылар келді деп ойласын дегендей бүкіл айланы жасайды. Бүкіл жұмысты бітіріп шығайын десе, Шерри бірдеңені байқап қалады. Бағана осы жерде велосипед болған сияқты, ал қазір жоқ дейді. Терри болса, мүмкін күйеуі келді де қайтадан кетіп қалған шығар дейді. Олар сосын жолда тұрып көліктердің жылдамдығын тексеріп тұрады. Содан бір әйелді тоқтатады. Ол әйел Терриді таниды екен. Бірақ бәрібір де Терри ол әйелге жылдамдық үшін айыппұл салады. Осылайша екеуі су жағасында демалып отырғанда оларға хабарлама келеді. Әлгі әйелдің өлгені жайлы айтылады. Бұлар бұл жерге түк болмағандай жетіп барады. Көз жұмған әйелдің күйеуі жүреді. Капитан Энни де жүр. Терри мен Шерри келіп өздерінше сұрақ қоя бастайды. Бірақ бір қызығы күйеуі үйден ақша жоғалып кетті дегендей әңгімені айтпайды. Сұрақ қойылып біткен соң, мына екеуі алыстағы бір контейнерге келеді. Терридікі екен, олар таңғалады. Қалай ғана күйеуі ақша туралы айтпады. Әй, бір гәп бар деп қалады. Не болса да осы ақшалар осы контейнердің ішінде болады. Біз бұл туралы ешкімге тіс жармаймыз. Уақыты келгенде ақшаны бөліп аламыз дейді. Қайдағы тіс жармаймыз деп еді. Шерри үйіне барып әйеліне бәрін тоқылдап айтып қояды. Бір қызығы, әйелді байқамай өлтіріп алған Терри деп өтірік айта салады. Мы прибыли на место вызова. Но Терри случайно выстрелил и... Әзірше бұл туралы ешкімге айтпай қой деп қояды. Әйелі деген Терри туралы білгім келеді. Үйге қонаққа шақырайық. Оған сенуге бола ма екенін білгім келеді дейді. Біраздан кейін мерт болған әйелдің жеке массажистін көрсетеді. Сөйтсе сол күні қылмыс болған күні бұл массажист әлгі әйелдің үйінде болыпты.
Әлгі екеуінің бүкіл сөздерін естіп, бәрін өз көзімен көріпті. Сосын ақырын ғана терезе арқылы шығып, велосипедіне мініп үйіне тайыпты. Терри мен Шерри жұмыста кездеседі. Терри болса Шерриге қарап, ешкімге айтып қойған жоқсың ба, әйелің білмей ме дейді. Шерри болса, жоқ, ешкімге айтпадым деп қояды. Олар осыдан кейін жаңағы массаж жасайтын адамның үйіне келіп сұрақ қоя бастайды. Массажист бұларды танып тұр ғой. Артық сөз айтпай тыныш отырады. Қасында отырған анасы ұлы үшін бәрін айтып отыр. Бұл жігіт анда-санда әлгі әйелге келіп, емдік массаж жасап отырыпты. И на работу отвезла тоже я. Малыш водить не умеет. Что ж, Сұрақ қойып біткен соң Терри мен Шерри кетіп қалады. Біраздан кейін әлгі көз жұмған әйелдің күйеуін көрсетеді. Өзі судан шыққан азық-түліктерді сатумен айналысады екен. Әйелі көз жұмған күні күйеуі жай мен жай үйге кіріп ешқандай әсер білдірмей жай жүрген. Оның бәрі жай емес. Себебі бұл кәсіпкердің тоқалы болыпты. Екеуі деген бірін-бірі жақсы көргендіктен кәсіпкер әйелінен құтылғысы келіп жүріпті. Тоқалы болса, не дегенмен де бұлай әйелді өлтірмеу керек еді деп тұр. Бір кезде кәсіпкерге Колумн Бейтс деген жігіт қоңырау шалады. Ақша керек, сол күні таппай қойдым дейді. Кездесейік деп қалады. Сөйтсе бұл күйеуі сол күні Колумн Бейтсті әйелін өлтіру үшін жалдапты. Ақшаны сол себепті қалдырып кетеді. Колумн Бейтс кәсіпкердің үйіне терезе арқылы кіргенде әлгі әйелдің өлі денесін көреді. Ал ақша жоқ. Осылайша кәсіпкер мен Колумн Бейтс кездеседі. Колумн Бейтс болса, ақшам қайда таба алмадым дейді. Кәсіпкер жігіт болса, мен ақшаны сонда қойып кеттім ғой. Басқа ақша жоқ саған беретін дейді. Колумн Бейтс оған, мен келгенде сенің әйелің мерт болды. Маған дейін біреулер оны өлтіріп кетіпті. Не дегенмен де мен жұмысымды жасар едім. Сол үшін қысқасы, маған ақшамды тауып бересің. Саған 2 күн уақыт беремін дейді. сегодня понедельник, через 2 дня четверг. Нет, вторник, среда, вот 2 дня. Осылай 48 сағаттың ішінде ақшамды тауып бересің деп кетіп қалады. Кәсіпкер жігіт болса, кім әйелімді өлтірді екен деп бас қатады. Келесі күні Шерриге қонаққа Терри келеді. Шерридің әйелі жақсы тамақ пісіріп қойыпты. Осылайша әңгіме өрбейді. Енді Шерридің әйелінің қойып жатқан сұрағы Терри үшін бір түрлі болады. Терри бірдеңе түсініп қояды. Яғни Шерри екеуінің құпиясын осы әйелі де біледі-ау деп түсінеді. Содан Терри басынан өткен бір қорқынышты оқиғаны айта бастайды. Кезінде бір жігітті ұрып өлтіргенмін дейді. Шерридің әйелі тыңдап отырып шошып кетеді. Барлығы отырып болған соң Терри қайтып кетпекші болады. Ал Шерридің әйелі болса, күйеуіне, бұл жігіт бір түрлі екен дейді. Бір кезде олар үйінде иттерінің жоқ екенін байқайды. Далаға шықса, Терри байқамай көлігімен басып кетіпті. Иті мерт болады. Шерридің әйелі деген жылай кетеді. Түнге қарай Шерридің әйелі контейнердің құлпының код сандарын сұрайды. Егер сенімен бірдеңе болып қалса, бұл біз үшін, ұлымыз үшін көмек болады дейді. Шерри құпия сандарды әйеліне айтып береді. Келесі күні Шерри жұмысына келеді. Терри болса сол ит үшін кешірім сұрайды. Мен бәрін төлеймін деп тұр. Осылайша екеуі тамақтанайын деп жатқанда оларды капитан Энни кабинетіне шақырады. Әлгі әйелдің күйеуі деген кәсіпкер ғой. Ал байлықтары болса екеуінің атында еді. Күйеуіне әйелінің өлгені ұтымды емес пе дейді. Терри болса ұялмай қыздармай, мен солай ойладым, күйеуі соны өлтірді деп қояды. Капитан болса, енді осы істі зерттеңдер дейді. Одан кейін ол Терриге неге әлгі әйелге айыппұл салдың деп ескерту айтады. Терри мен Шерри екеуі су жағасында орналасқан қонақ үйдің менеджеріне барады. Ол сол әлгі кәсіпкердің бүкіл құпиясын айтып береді. Қасында көмекші хатшы қыз жүреді. Сол екеуі ылғи бірге осы қонақ үйде болады деп қояды. Терри мен Шерри кінәні артатын адам табылды-ау деп қуанады. Капитан Энни қабірде жүр. Өзінің ұлын еске алады. Бір кезде оған мәйітханадан қоңырау шалады. Терри мен Шерридің қолдарының іздері бүкіл жерде екен. Олар сол әйелдің үйінде көп болған сияқты дейді. Капитан Энни ойланып қалады. Содан Энни бұл екеуін кабинетіне шақырып алып сұрақ қоя бастайды. Сіздер сол күні әлгі әйелдің үйіне қанша болдыңыздар дейді. Сонда Шерри 40 минуттай болды-ау деймін. Ол әйел менде ұл болатынын естіген соң әңгімелесіп кетті дейді. Жағдаяттан әдемі шықтай. Капитан Энни болса, ондай болса түсінікті, бара беріңдер дейді. Біраздан кейін Шерридің әйелі көлікпен кетіп бір жатқанда оны жолда біреу тоқтатады. Қараса Терри екен. О, қалыңыз қалай деп сөйлесе кетеді, бірақ Шерридің әйелі бір түрлі қорқып тұрады. Осыдан кейін бұл әйел әлгі дүкенге барып, лас қауіпті жұмыстарды істейтін деген адамның нөмірін алып кетеді. Сосын үйінде қоңырау шалайын деп жатқанда капитан Энни келеді. Олар шай ішіп әңгімелеседі. Капитан сонда кезінде өзінің ұлы болғанын айтады. Қайтыс болды. Барын берер едім, сол кездерді қайтару үшін дейді. Сонда Шерридің әйелі, "Я, ұл үшін бүкіліне барасың" деп қалады. Біраздан соң Шерридің әйелі қайық жақтағы кафеге барады. Сонда ол әлгі киллермен кездеседі. Шерридің әйелі сол Терриді өлтірсін деп тапсырыс береді. Біздің отбасымызға қаупі бар дейді. Оған киллер, бұл полиция қызметкері екен, қымбатырақ болады деп қалады. Осыдан кейін Шерридің әйелі контейнерді ашады.
таң қалады. Не деген ақшалар еді? Сол ақшадан ол киллердің үйіне апарып береді. Кешке қарай Шерри үйінде қайғыруда. Әлі де әлгі әйелдің өлімі кетер емес дейді. Әйелі болса, сен емес қой, Терри оны өлтірді ғой деп қояды. Қайдан біздің күйеу екенің? Бәрі жақсы болады. Біз жақсы адамдармыз. Ал жақсы адамдарға ештеңе болмайды деп қояды. Осының алдында ғана адам өлтіруге тапсыр бергеніне шаруасы жоқ. Жақсы адам деп қояды. Әр жақта кәсіпкер жігіт өзінің тоқалымен сөйлесуде. Ол ақшаны қайдан аламын? Колумбиец маған 2 күн берді дейді. Тоқалы болса, кез келгені оны алып кету мүмкін дейді. Әйеліңе кім келіп жүрді дейді. Сонда кәсіпкер жігіт массаж жасайтын жігітті еске алады. Сол екен ғой ақшамды алып кеткен дейді. Осы түні Шерриге неше түрлі ой келе береді. Осылай ол массажист жігіттің велосипедпен жүрген жерін есіне түсіріп, сол күні сол жігіт бізді көріп қойды ғой дегенде уайым пайда болып, ұйықтай алмай тұрып кетеді. Терри өзінің үйінде жүргенде оған әлгі киллер атылады. Оны өлтірмек болады. Сол кезде Терридің сүйіктісі киллердің артынан шортан ұстайтын оқты атып қалады. Әлгі киллер солай мерт болады. Шерри массаж жасайтын адамның үйіне келсе, ол үйге кәсіпкер жігіт келіп тұр екен. Ол массажистке қарап, "Ақшам қайда?" дей бастайды. Массажист жігіт болса, "Мен көрдім, айтамын" деп еді, оны кәсіпкер атып тастайды. Массажисттің анасы бұл кәсіпкерді атып тастайды, анасын кәсіпкердің тоқалы атып түсіреді. Бір мезетте бүкіл куәгерлер жоқ болады. Шерри бұны көріп шошып, бір жағынан мәз болып кетіп қалады. Бірақ оның артынан колумбиец аңдып жүр екен. Шерри осыдан кейін Терриге келеді. Терри оған қаруын тосады. Шерри болса, "Не болды дейді. Сосын өз көзімен көрген бүкілін айтып береді. "Бітті, енді қорықпауға болады" дейді. Терри болса, "Жүр кеттік, көлікке отыр" дейді. Терри жаралы. Екеуі көлікпен сол контейнерге барады. Қараса, ақша жоқ. Шерри болса, "Мен білмеймін, мен алған жоқпын" деп тұр. Терри ашуланып, "Әйеліңе сен айтып қойдың ғой, тез қоңырау шал" дейді. Шерри әйеліне қоңырау шалып, ақшаны сұрай бастайды. Телефон қатты дыбыста тұр. Содан әйел айта бастайды, "Ақша менде, бәрі жақсы болады. Терри енді бізге кедергі болмайды" деп лаға бастайды. Оны естіп тұрған Терри ашуланып, Шерриге қарап, "Мен саған ешкімге айтпа деп айттым ғой" деп оны атып тастайды. Шерри мерт болады. Әйелі әр жақта бәрін естіп жылап қалады. Терри болса, "Енді саған барамын" дейді. Шерридің әйелі бірден үйден қаша бастайды. Капитан болса, Терридің көлігін GPS арқылы аңдып, контейнер жаққа келеді. Шерридің мерт болған денесін көреді. Содан капитан Энни Шерридің әйеліне хабарласады. Сонда Шерридің әйелі, "Менің күйеуімді Терри өлтірді, мен кетіп барамын, басқасын айта алмаймын" дейді. Энни бірден патрульдарға байланысқа шығып, "Терриді ұстап алыңдар" дейді. Терри естіп тұрып ашуланады. Жолда көліктер қақталып тұрып қалады. Сонда Терри жетіп келеді. Шерридің әйелі есікті ашып, оны құлатады, сосын басқа есіктен шығып қаша бастайды. Артынан Терри қуып жетеді. Ол айта бастайды, "Әлгі әйелді мен емес, Шерри өлтірді" дейді. Сол кезде капитан келіп, Терриді атып түсіреді. Шерридің әйелінің босанатын уақыты да келіп қалған еді. Сәби дүниеге келгенімен, Шерридің әйелі әлсіз болып, емханада жатады. Ол жерге капитан келіпті. "Не білесің, соның бәрін айтшы" дейді. Шерридің әйелі болса, "Мен жақында күйеуімді жоғалттым, басқа не керек" деп қояды. Сонда капитан, "Мен бұл істі аяғына дейін қопарамын. Шындығы ашылса, қиын болар" дейді. Сосын кетіп қалады. Бір кезде палатаға Колумбиец келеді. Ол Шерридің әйелінің шаруасын бітіріп, ақшаны алып кетеді. Осылайша лифтке кірсе, кәсіпкердің тоқалы жүр екен. Осы лифтте екеуі бір-бірімен төбелеседі. Лифттің ашылғанын күтіп тұрған капитан сондай көріністі көреді. Колумбиец пен әйел екеуі жерде жатыр. Қаншама ақша шашылуда. Осыдан кейін Шерридің ұлын капитан Энни асырап, өзіне бала айтып алады. "Адамдар деген нағыз қорқынышты тіршілік иесі, ақша үшін бәріне барады" дейді. Бұның бәрін сол балаға айтып жатады. Осылайша кино аяқталады.